Сәлемін жүлерім. Өткен видеода бақыт туралы сұрақ қойылған. Бақыт дегеніміз не? Кейбір адамдар бақыт бұл қымбат көлік, үлкен үй, бастық болу, бала шаға туу деп ойлайды, тұрмысқа шығу. Шын мәнінде бұлардың барлығы иллюзия. Басқа заттар, басқа адамдар бізді бақытты қыла алмайды. Егер адам өзін бақытты істей алмайса, өз өмірін бақытты қылып құрастыра алмаса, басқа заттар, басқа адамдар ешқандай көмек, ешқандай бақыт бізге әкеле алмайды. Егер адам өзімен бақытты бола алмаса, бұл не деген сөз? Бұл оның ішінде үлкен бостандық бар деген сөз. Бостандық туралы да мен видео түсіргенмін, астында сілтеме берем, обязательно. Сол бақытты емес адам, өзін бақытты қыла алмайтын адам. Ішінде бостандығы емес, бостығы соншалықты қанша күйеуі мысалы жақсы көрсе оны, әйелі жақсы көрсе, жұмысы күшті болса да бәрі аз сияқты сезіледі. Тағы маған деген ой болады. Неге мен бақытты емеспін деп ойлайды. Сол үшін бақыт сырттағы условияға байланысты емес, сырттағы болып жатқан жағдайларға байланысты емес. Бақыт ол ішкі состояние. Біздің ішкі жанның тыныштығы. Орысша айтқанда ішімізде спокойно, хорошо сезіледі. При этом сыртқы өмірімізде кез келген жағдай болуы мүмкін. Тіпті ата-анамыз қайтыс болып тұрған жағдай, немесе жұмысымызды жоғалтқан жағдай, достарымыздан айырылған жағдай, тағы басқа жағдайлар болуы мүмкін. Бірақ сіздің ішіңізде егер жанның тыныштығы болса, ол сыртқы жағдайлар сізді қайғыға батырмайды. Сіз сол сыртқы жағдайға қарамастан өзіңізді жақсы сезінесіз. Жақсы сезіну бұл жаманшылықтарға қуану емес. Бұл өзіне сену деген сөз. Өзіне, Құдайға, өміріңізге сену деген сөзді білдіреді. Негізі, менің ойымша, бақыт бұл өзіне сенімділікті күшейту. Және өзіңді табу деген формула. Өзіңді табу бұл не деген сөз? Өзіне не ұнайтыныңды білу. Мелочтардан бастап үлкен мақсаттарға дейін. Мысалы, маған қандай режим дня сәйкес келеді? Маған азанда қандай тамақ ұнайды? Маған қандай киім киген ұнайды? Қандай стиль маған жарасады? Маған қандай адамдар ұнайды, қандай адамдармен қарым-қатынаста болғым келеді, қандай жігіттер ұнайды, немесе қандай қыздар ұнайды, өзіме қандай жар алғым келеді, өзім қандай жұмыс істегім келеді, ол жұмысымдағы график қандай болу керек, азаннан кешке дейінгі график пе, әлде свободный график болу керек па? Осы мемлекетте тұрғым келе ма, немесе шетелге барғым келе ма? Осы қалада тұрғым келе ма, басқа қалада тұрғым келе ма деген барлық сфераларда адам өзін біледі, өзіне не керегін біледі. Яғни оның санасында барлығы тұп-тура орналасқан. Кез келген сұраққа жауабы, ішінде жауабы бар. Себебі ол адам өзіне сенеді. Мысалы, білу и оны өмірінде қалыптастыру ол әртүрлі нәрсе. Өмірде болу. Даже если өзіне не керек екенін адам білсе, бірақ өмірінде ол әлі болмаса, бұда жаман ештеңе жоқ. Ол адам өзін білетін адам. Жай қадамдармен өзіне керек нәрсені бәрібір алады. Себебі ол өзіне сенеді, өзінің қандай екенін біледі. Мысалы, «Сбежавшая невеста» деген Джулия Робертспен түсірілген кинода Джулияға Ричард Гир: сен өзіңді танымайсың. Сен даже саған қандай жұмыртқа ұнайтынын білмейсің. Қай түрде қуырылған ба, пісірілген ба, омлет па, қандай жұмыртқа ұнайтынын білмейсің. Сен бірінші өзіңді біліп алсай, өзінің өміріне не керек екенін біліп алсай, сосын жігіт іздейсің деген сияқты информацияны айтады.
сондай сөздерді айтады. Сонда Джулия үйіне барып жұмыртқаны түрін пісіреді өзіне. Қуырылған да, жеке пісірілген. В общем, где-то 10 шақты түрін пісіреді и әрқайсының дәмін көреді. Сөйтіп өзін тыңдайды. Маған қазір не ұнайды, қандай жұмыртқа ұнайды. И өзіне ұнайтынын табады ақырында. Осы мелочь, осы кішкентай мысалда барлық нәрсені түсіндіруге болады. Өзіне не ұнайтынын білу үшін оны пробовать нужно. Дәмін татып көру керек, не ұнайтынын білу үшін. Басқа қалада тұрғым келе ма дегенді білу үшін басқа қалаға бірінші барып көру керек. Басқа жұмыс ұнай ма деген білу үшін басқа жұмыстарды көру керек. Қандай, мысалы, әлемде миллиондаған профессиялар бар, мамандықтар бар. Қайсысы маған келетінін біз даже ойымызға да кірмеуі мүмкін, себебі біз барлық мамандықтарды білмейміз. Оны білу үшін, маған не сәйкес келетінін білу үшін басқаларды жайлап нужно пробовать. Ал адамдар қорқады. Неге? Себебі қателіктен қорқады. Ой, маған бұл жараспай қалса, маған бұл сәйкес келмей қалса, не істеймін мен кейін деп қорқып тұрады. Өмір не үшін беріледі бізге? Барлық нәрсенің дәмін татып көру үшін беріледі. И мен қазір наркотики, алкоголь, бір жаман істер туралы айтып тұрған жоқпын. Мен тек жақсы нәрсені айтып тұрмын. Өмір бізге барлығын пробовать ету үшін беріледі. Пробовать еткен кезде, дәмін татқанда біз өзімізді табамыз, өзіміздің қандай екенін сеземіз. Сол кезде өмірімізді исследовать еткен кезде, өзімізді исследовать еткен кезде біз бақытты сеземіз. Бақыт сезімі бұл эйфория емес, секіріп ұшатын қуаныш емес. Алдында айтқандай, бақыт бұл біздің ішкі жанның тыныштығы, ішкі жанның рахаты, спокойно, хорошо сезімі. Енді келесі видеода өзін табу неден басталатынын қарастырамыз. Яғни 3 қадам, где-то 3 қадам беріледі, 3 жаттығу беріледі. Менің каналыма ұмытқаппын ғой айтуға. Менің каналыма жазылуға, лайк басуға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.